атеросклероз дамыған елдердің ауруы. Өйткені қазір біз бұрынғыдан әлдеқайда жиі әрі көп тамақ ішеміз. Ал қарапайым халықтар, мысалы, Африка мен Азияда күніне бір рет жеңіл тамақ ішіп көбірек қозғалады. Бұрын адамдар күніне 1-2 рет қана тамақтанатын. Ал қазір біз күні бойы тоқтаусыз, жиі тамақтанып, өз ағзамызды шаршатамыз. Сол себепті қант диабеті мен семіздік жиілеп, жүрек пен тамыр аурулары көбейді. Инфаркт пен инсульт алған адамдардың жартысы диабетпен ауыратында, ал екінші жартысы темекі шегетінде. Ал қалған 15-20% ғана осы екі топқа кірмейді. Бұл жай статистика емес, өмір шындығы. Темекі тамырдың ең қатерлі жауы. Әр шеккен сайын ол тамырдың ішкі қабырғасын зақымдайды. Сол зақым орнына холестерин жабысып, бітелген жер сияқты болып қалады. Бірақ уақыт өте келе ол жер қатады, ұлғаяды да